Қайырлы күн оқушылар. Біз бүгін бірлесе жасалынатын жұмыстарға берілген есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруды үйренеміз. Бірінші мысалды қарастырайық. Бізге мынау есеп берілген. 60 тетікті жасау үшін бірінші жұмысшы екіншіге қарағанда 3 сағат кем уақыт жұмсады. Егер олар бірлесе отырып 1 сағатта 30 тетік жасайтын болса, онда екінші жұмысшы 90 тетікті қанша сағатта жасайды? Алдымен есеп шартына байланысты белгісіз шамаларды әріптермен өрнектеп алайық. 60 тетікті бірінші жұмысшы X сағатта жасайды, ал екінші жұмысшы Y сағатта жасайды. Ал 1 сағаттың ішінде бірінші жұмысшы 60 бөлінген X тетік жасаса, екінші жұмысшы 60 бөлінген Y тетік жасайды. Сонымен теңдеулер жүйесін құрайық. Есеп шарты бойынша 60 тетікті жасау үшін бірінші жұмысшы екіншіге қарағанда 3 сағат кем уақыт жұмсады. Олай болса, Y азайтылған X тең болады 3-ке. Келесі шарт бойынша олар 1 сағаттың ішінде 30 тетік жасайды екен. Ендеше 1 сағатта жасайтын тетіктердің санын қосқан кезде 30 болу керек. 60 бөлінген X қосылған 60 бөлінген Y тең болады 30-ға. Міне осы екі теңдеуден тұратын екі айнымалысы бар жүйені алдық. Енді осы жүйені шешейік. Бірінші теңдеуден Y-ті X арқылы өрнектеп, оны екінші теңдеуге апарып қояйық. Y тең болады X қосылған 3. 60 бөлінген X қосылған 60 бөлінген X қосу 3 тең болады 30-ға. Енді осы екінші теңдеуден X-ті табайық. Теңдеуді 30-ға бөліп жіберейік. Сонда 2 бөлінген X қосылған 2 бөлінген X қосу 3 тең болады 1 теңдеуіне келеміз. Теңдеудің екі жағында X көбейтілген X қосу 3-ке көбейтетін болсақ, онда бірінші бөлшекке көбейткенде 2 көбейтілген X қосылған 3 болады. Екінші бөлшекке көбейткенде 2X болады. Тең болады. 1-ге көбейтсек, X көбейтілген X қосылған 3 болады екен. Жақшаларды ашып ықшамдайық. Сонымен 2X қосылған 6 қосылған 2X тең болады X квадрат қосылған 3X. Осы теңдеуден X-тің квадраты теңдіктің сол жағында 2X қосу 2X, яғни 4X болады. Оны теңдіктің екінші бетіне шығарсақ, минус X қалады. Минус 6 тең болады 0. Бұл теңдеуден X1 менен X2-ның қосындысы 1-ге тең, ал көбейтіндісі минус 6-ға тең. Яғни X1-міз минус 2-ге тең болады екен, ал X2-міз 3-ге тең болады екен. Біз X-тің оң мәнін аламыз, яғни X тең болады 3. Осыған сәйкес Y-ті табатын болсақ, Y тең болады 3 қосылған 3, 6-ға. Сонымен біз әрбір жұмысшының 60 тетікті дайындауға жіберетін уақытын таптық. Екінші жұмысшының 90 тетікті дайындайтын уақытын сұрайды. Екінші жұмысшы 60 тетікті 6 сағатта дайындаса, онда ол 1 сағаттың ішінде 10 тетік дайындайды. Ендеше 90 тетікті дайындауға жіберетін уақыты 90 бөлінген 10 тең болады 9 сағат болады екен.
Сонымен есептің жауабы 9 сағат. Екінші мысалды қарастырайық. Қолжазбаның 65 бетін екі теруші бірігіп терді және бірінші теруші екіншісінен 1 сағат артық жұмыс жасады. Бірақ екінші теруші 1 сағатта біріншіге қарағанда 2 бет артық тергендіктен қолжазбаның 5 бетін артық жазды. Әрбір теруші 1 сағатта қанша бет терді? Есеп шартындағы белгісіз шамаларды әріптермен белгілеп алайық. Бірінші теруші 1 сағатта X бет терсін. Ал екінші теруші Y бет терсін. Уақытқа байланысты тағы бір айнымалы енгізейік. Екінші теруші T сағат жұмыс жасаған. Олай болатын болса, бірінші теруші екіншісіне қарағанда 1 сағат артық жұмыс жасады, яғни ол T плюс 1 сағат жұмыс жасаған. Енді бірінші теруші 1 сағатта X бетін теретін болса, онда ол T плюс 1 сағатта қанша бет тереді? Яғни X көбейтілген T плюс 1 бет тереді екен. Екінші жұмысшы 1 сағатта Y бет терсе, T сағатта T Y бет тереді. Енді теңдеулері құрайық. Екінші теруші 1 сағатта біріншіге қарағанда 2 бетті артық тереді. Сондықтан бірінші теңдеуіміз Y тең болады, X қосылған 2 болады. Екі терушінің барлық терген беттерінің саны 65, сондықтан X көбейтілген T қосу 1 қосылған TY тең болады 65-ке. Соңғы шарт бойынша екінші теруші біріншіге қараған кезде 5 бетті артық жазды. Олай болатын болса, TY азайтылған X көбейтілген T плюс 1 тең болады 5 болу керек. Мінекей осындай 3 теңдеуден тұратын 3 белгісіз бар. Теңдеулер жүйесін алдық, енді осы жүйені шешейік. Бірінші теңдеуден Y X қосылған 2-ге тең, осыны алып барып біз екінші және үшінші теңдеулердегі Y-тің орнына қояйық. Сонда мынандай жүйені аламыз. Y тең болады X қосылған 2. Екінші теңдеуіміз X көбейтілген T қосу 1 қосылған T көбейтілген Y-тің орнына X қосу 2 жазайық. Тең болады 65-ке. Үшінші теңдеуіміз T көбейтілген X қосу 2 азайтылған X көбейтілген T қосу 1 тең болады 5-ке. Енді екінші және үшінші теңдеулерден жақшаларды ашып ықшамдайтын болсақ, онда Y тең болады X қосу 2. Екінші теңдеуіміз 2T X қосылған 3T тең болады 65-ке. Және үшінші теңдеуіміз 2T азайту X тең болады 5 болады. Үшінші теңдеуден X-ті T арқылы өрнектеп алайық. X тең болады 2T азайтылған 5-ке. Және оны екінші теңдеудегі X-тің орнына апарып қояйық. 2T көбейтілген 2T азайту 5 қосылған 3T тең болады 65 теңдеуіне келдік. Жақшаларды ашып ықшамдайық. 4T-ның квадраты азайтылған 10T қосылған 3T тең болады 65-ке. Және 4T квадрат азайтылған 10T менен 3T-ның айырмасы 7T минус 65 тең болады 0-ге. Енді осы квадрат теңдеуін шешейік. Дискриминант табайық. 7-ның квадраты 49 минус
4 көбейтілген 4 көбейтілген минус 65. Бұл болады плюс 1040. Тең болады 1089-ға. Бұл 33-тің квадраты екен. Енді t-ні табатын болсақ, t тең болады 7 плюс минус 33 бөлінген 8-ге. Осыдан t1 тең болады минус 13 бөлінген 4-ге. Және t2 тең болады 5-ге. Біз t-ның оң мәнін аламыз. T тең болады 5-ге. Осыған сәйкес x табатын болсақ, x тең болады. Мынау теңдіктегі t-ның орнына 5 апарып қоямыз. 2 көбейтілген 5 10, 10 азайтылған 5 5 болады. Енді y табуымызға болады. Y тең болады. Мынау бірінші теңдеудегі x-тің орнына апарып 5-ті қойсақ, 5 қосылған 2 7 болады екен. Есеп шарты бойынша бізден әрбір терушінің 1 сағатта қанша бет теретіндігін сұрап отыр. Олай болса, жауабы: бірінші терушы 1 сағатта 5 бет тереді екен, ал екінші терушы 1 сағатта 7 бет тереді екен. Міне оқушылар, біз бүгін бірлесе жасалған жұмыстарға берілген есептерді теңдеулер жүйесін құру арқылы шығаруды үйрендік. Енді үйден өздеріңіз мынау есептерді шығарып, бүгінгі өтілген сабақты пысықтаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.